Қайырлы күн достар, міне Мәніп ақсақалдан тағы бір кеңес, сынық бойынша. Ақсақал айтып берсеңізші. Мынау енді сынықты кей адамдар уақыты өтіп кеткеннен кейін бір ай болмаса бір 15 күннен кейін дейді. Қолма-қол болса, сол менің өзімде болғанда қолма-қол жасасам қайткенде сондағы бұрын айттым ғой бұрын бір жаңа туған бала 2-ақ күнде, енді бұлай 80-нен асқан адам 40 күнде қалпына келеді деп. Сол қолма-қол болса ең қасиеті сонда. Қолма-қол жасасам деп ойлаймын мен сол. Қандай адамға да айтарым сол. Қолма-қол жасату керек. Bir жердеріңіз оқыс болып жатса, уақытын создырмай, созып кеткен дүние ол дұрыс болмайды. Бірақ мына апаның баласының бағып отырғанына қарағанда мен разы болдым. Жақсы міне. Иә, разы болдым. Өйткені мен 23 жасымнан бері қартас айланысқан адамын. Мен 79-дамын қазір. Бірақ 2 жас кішім ғой, шынын айтқанда. Сол енді мен 50 жылдан артық адаммен айланысып келе жатқанда мен саған разы болдым қарғам, өшін айтқан. Бағуың өте мықты. Өйткені сүйекті орнымен ұстап отырсың. Орнымен ұстағаннан кейін дұрыс бітеді. Ол бітеді, дұрыс бітеді. Орнымен ұсталмаса баяғы қисық анда теріс айланып болады да, ол бітпейді, дұрыс. Енді аман сау болыңдар. Жаңа апамызға келгенбіз, жамбасы жілік сынған деді. Сол мына қызы қарап отыр екен, ол кісі өте жаңағы білгендігі бар. Кемаша істеген, енді бұл кісі бір 20 күнде сауғат деп отырса. Солай, енді бір 20 күнде түріңізді көрсетейін, кісі түрін көрсетпей қой дейді. Жақсы достар, енді сондықтан аман болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, әр адам өз денсаулығына жауапты. Міне Мәніп ақсақал келіп, осы апамызды көріп, жаңағы өзінің кеңесін айтып кетті. Аман болыңыздар, рахмет.